Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай түрлі түсті 40 қабаттан керемет тіске басар әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар және жанындағы тұрған тіркелу батырмасын басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісіп отырамын. Тіске басарды дайындау үшін бізге осындай түрлі түсті 40 қабат керек болады. Алып, өзімізге ыңғайлы бөліктерге осылай бөліп шығамыз. Әрине, ең алдымен капустамыздың сыртын жақсылап жуып кептіріп аламыз. Одан соң бөліктерге бөліп қуыруға дайындап аламыз. Үлкен бөліктерін ортасынан бөліп шықтым. Енді ортасындағы тұрған осындай қатты жерлерін алып тастап, өзіме ыңғайлап дайындап алдым. Енді қазанымызға суды қойып, алдын ала қайнатып аламыз. Енді қайнаған судың үстінен осы капусталарымызды салып, бетін жауып 5 минут шала пісіріп аламыз. Бес минуттан артық уақыт ұстамаймыз, себебі ұзақ уақыт тұратын болса езіліп кетеді. 5 минуттан кейін барлығын жақсылап сүзіп алдым. Енді біраз суытып аламыз. Суығанша таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып аламын. Сіздердің жұмыртқаларыңыз кішірек болса, 3 қоссаңыздар да болады. Және жарты шай қасық тұзды қосып, және қара бұрыштан да жарты шай қасық қосып жібердім. Енді жақсылап араластырып аламыз да, үстінен 100 грамм жылы сүтті құйып, тағы бір араластырып аламыз. Енді үстінен 150 грамм ұнымызды қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап қозғап араластырып аламыз. Осы орайда блендчиктің немесе блендердің көмегімен де қозғасаңыздар болады. Мен блендерді пайдаландым. Бізде осындай қаймақ секілді біркелкі сұйықтық пайда болды. Енді дайын массамыздың үстіне 40 қабатты салып, қуыруға дайындап аламыз. Осы арада майымыз қызып дайын тұру керек. Енді капусталарымызды рет-ретмен сала бастаймыз. Оттың астын қатты емес, баяу емес, орташа отта қойып, әр бетін 2 минуттан пісіріп аламыз. Осы орайда қатты қызыл қылып пісірсеңіздер немесе ағартып осылайынан алып алсаңыздар да, ол өз қалауларыңызға байланысты. Мен біздің үйдегілерге осылай ұнағандықтан қып-қызыл етіп 2 жағында қуырып алдым. Қуырып болғаннан кейін міндетті түрде қағаз сүлгінің бетіне жайғастыруымыз керек. Сонда қағаз сүлгі өзінің бойындағы артық майларының барлығын сіңіріп алады. Сонымен қатар менің арнамда бірнеше тіске басарлардың түрлері бар. Қазір видеоның соңына плейлист қалдыратын боламын. Ашып қарап көрсеңіздер болады. Осымен біздің өте керемет осындай дәмді тіске басарымыз дайын болды. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоны жібермей соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астыдағы подписация бөлімін басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.